Сәлем, қымбатты аналар. Бүгін біз емшек сүтімен емізу кезінде салмақты қалай қауіпсіз жоғалтуға болатындығы туралы сөйлесетін боламыз. Босанғаннан кейінгі кезең бұл біздің денеміз қалпына келетін ерекше уақыт, бірақ көпшілігіміз форманы қалай қалпына келтіру туралы ойланамыз. Бұл бейнеде мен сіздің денсаулығыңыз бен балаңызға зиян келтірместен артық салмақтан қалай арылуға болатынын айтамын. Сіздің және баланың денсаулығы бірінші орында екенін есте ұстаған жөн. Бала емізетін аналар үшін дұрыс тамақтану. Емшек сүтімен емізу кезінде сіздің денеңізге лактацияны сақтау үшін қосымша калория қажет. Бірақ бұл екі адамға тамақтану керек дегенді білдірмейді. Салауатты салмақ жоғалтудың кілті теңдестірілген тамақтану. Мұнда бірнеше кеңестер берілген. Ақуыздар диетаға ақуызға бай тағамдарды қосыңыз: балық, жұмыртқа, ет, жаңғақтар және бұршақ дақылдары. Күрделі көмірсулар, тұтас дәнді дақылдарға, сұлы жармасына, қарақұмыққа артықшылық беріңіз. Пайдалы майлар: балық, авокадо және зәйтүн майынан алынған омега-3 май қышқылдары сізге және кішкентайға қажет. Көптеген көкөністер мен жемістер, олар пайдалы ғана емес, сонымен қатар артық калориясыз қанықтыруға көмектеседі. Кеңес: қатаң диеталардан аулақ болыңыз. Сіздің денеңіз сау және сүт өндіруді қамтамасыз ету үшін барлық қажетті дәрумендер мен минералдарды алу керек. Мөлшерді бақылау және жиі тамақтану. Тамақты минимумға дейін азайтудың орнына күніне 5-6 рет аз мөлшерде тамақтануға тырысыңыз. Бұл энергия деңгейін ұстап тұруға және артық тамақтанудың алдын алуға көмектеседі. Егер сіз аштық сезінсеңіз, пайдалы нәрсені жеп қойыңыз: бір уыс жаңғақ, алма немесе йогурт. Бала емізетін аналар үшін қатты аштықтан аулақ болу маңызды. Бұл лактацияға теріс әсер етуі мүмкін. Ішу режимі. Ылғалдандыру салмақ жоғалтудың және лактацияны сақтаудың негізгі факторларының бірі. Су токсиндерді кетіруге және метаболизмді жоғары деңгейде ұстауға көмектеседі. Күніне шамамен 2-3 литр су ішуге тырысыңыз, әсіресе емізетін болсаңыз. Қантты сусындар мен газдалған сусындардан аулақ болыңыз, олар тек қосымша калория қосады, бірақ ешқандай пайда келмейді. Орташа физикалық белсенділік. Дене белсенділігі салмақ жоғалтуда маңызды рөл атқарады, бірақ есіңізде болсын, сіздің денеңіз босанғаннан кейін әлі де қалпына келеді, сондықтан қауіпсіз жүктемелерді таңдау маңызды. Жеңіл жаттығулардан бастаңыз: ашық ауада арбамен серуендеу, жеңіл гимнастика немесе үйде созылу. Бұлшықеттердің тонусын қалпына келтіру үшін арқа және аяқ жаттығуларын біртіндеп қосуға болады. Белсенді жаттығуларды бастамас бұрын дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Йога немесе пилатес сонымен қатар денені нығайтуға, позаны жақсартуға және ұзақ күннен кейін демалуға көмектеседі. Жеткілікті ұйқы және стрессті азайту. Мен үйде жаңа туған нәресте болған кезде ұйқы туралы айту қаншалықты қиын екенін білемін. Бірақ ұйқының болмау салмақ жоғалту процесін қиындатуы мүмкін. Ұйқы кезінде дене қалпына келеді және метаболизм тиімдірек жұмыс істейді. Балаңыз ұйықтап жатқанда ұйықтауға тырысыңыз және аздап демалу үшін жақындарыңыздан көмек сұрауды ұмытпаңыз. Стресс деңгейін бақылауда маңызды. Стресс кезінде бөлінетін кортизол гормоны салмақ жоғалтуды бәсеңдетуі мүмкін. Босанғаннан кейін салмақ жоғалту процесі ұзақ мерзімді процесс екенін ұмытпаңыз. Сіздің денеңіздің қалпына келу үшін уақыт қажет және оны асықпау маңызды. Өзіңізге нақты мақсаттар қойыңыз және тіпті кішігірім жетістіктерді атап өтіңіз. Егер сіз осы қарапайым кеңестерді ұстанатын болсаңыз, нәтиже көп күттірмейді және сіздің денсаулығыңыз бен кішкентайыңыздың денсаулығы қауіпсіз болады. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Есіңізде болсын, өзін-өзі күту бұл сіздің кішкентайыңызға қамқорлық жасау. Келесі бейнелерде кездескенге дейін.